Ассалаумағалейкум ұрпақтар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Міне біз 5 күндік сапарымызды білдірдік. 6-шы күн, бүгін 21 маусым 2022 жыл. Мен Сәулетбай Сарқытұлы. Біз зират белгілеу жұмысындағы сапарымызды аяқтатып, қазір Талдықорғанға келіп отырмыз. Таңда әрең жеттік, түнде бет алған жоқпыз. Таңға әрең жеткен жағдайымыз бар. Енді біз жол қалай болды, жол азабы қалай болды, сол туралы өздеріңізбен қорытынды бір сұхбатымызды бастамақшымыз. Қандай қиыншылықтар болғанын сіздерде біліп оқығандарыңыз дұрыс. Бұл оңай жұмыс емес. Біз негізі мысалы ойнап, күліп, сайрандап жүрген жоқпыз. Бұл қандай қиыншылықтармен өтілгенін көргендеріңіз жақсы. Арнаға жазылыңыздар, барлығын тарқатыңыздар. Көрінбеген кісі қалмасын, әрқашан қолдаушылардан болыңыздар. Егер шынымен нақты ниеттеріңізбен қолдайтын болсаңыздар, әлі талай көптеген жұмыстар бітіруге болады. Бұл нәрсенің бәрі шынымен шындыққа үйлесімді, сондай керемет нәрсе екенін барлықтарыңыз көріп біліп отырсыздар. Бұл жаман жұмыс емес. Жұмысымыздың нәтижесі де жақсы. Сондықтан да сіздерге қолдап қуаттаушы болуға шақырамын. Міне машинамыз жаңа Абайгаға екіленбей машина шығарды. Өйткені баратын көлік болмаған кезде мен бірден группаларға салдым. Кім бар көмектесетін, машина жоқ, машинамен апаратын адам бар ма деген кезде. Машинам ескі, бірақ шынайы шықпай жатса мен апарайын деді. Сол кісінің айтқаны бойынша машинасын алып шықты, өзі айдап шықты. Жол сапарда бірге болды. Енді осы сапарда біз біраз қиыншылықтарды көрдік. Машинаның асталаса болғаннан кейін тауға да шықтық, тасқа да бардық дегендей. Машинамыздың астын бамперлердің бәрін шақтық, сындырдық. Міне бұны өзі жіппен байлап қойдық беті бұның астында. Көрдіңіздер ме? Бұлардың бәрін алмастыруға тура келеді. Міне нөміріне дейін майысып, байқұс машинаның анау ішіндегі радиатор тесіліп, су ағып, 2 күн бізді мазалады. Енді ол жақсы жолдармен жүріп жүрген жоқпыз ғой. Содан кейін де оны енді амалдап бір андай сұйықтықтар болады екен құятын, соларды құйып амалдап тоқтатқан болдық. Бірақ қалай болмасын алмастыру керек. Мысалы машинамыздың түрі осылай бұрылып соғылып әрең жеттік. Енді қалай болмасын басымыз аман болып келіп отырмыз. Соған да шүкір деп отырмыз. Енді мұнда Жанболат аға және Жаңабек аға осы сапардағы біздің бірден бір мықты қолдаушыларымыз деп айтуға болады. Жанболат аға, өзіңізді таныстырып жеңізші. Жанболат Мағазұлы. Ұрығыңыз Сұлтангелдінің ішінде Қарымбай болам. Сұлтангелдінің ішінде Қарымбай боласыз. Енді осы сапар туралы 1,5 ай бұрын айттым мен. Осындай аталы бабаларымыздың зираттары шығып жатыр, осы жақтан соған іздеу салсақ, барсақ деп. Сол кезде бірден қолдаушы болдыңыз. Ол біздің аталарымыз деп жазып сыздыңыз, солардың бәрін жыл ай күндерін таптыңыз. Енді сізде ол қандай бір сенім болды сол кездерде? Қандай негізде сол сенімге ие болдыңыз? Енді мен 2000 жылдан бастап осы өзіміздің кіші ұрулардың шежіресін жинап жаздым. Содан бастап мен бұл тарихқа, көші-қонға, қайда отырдық, қайда тұрдық, соған назар аударып көп ізденген адамның бірімін. Содан осы Алакөлдің маңайында мұнша адамның зираты тұр дегеннен кейін рас солай ма деп көші-қон неменесін көп қарадым. Көптеген материалдарды ақтарып жүріп, расында біздің ата-бабаларымыз екендігіне сенім кәміл болды. Сондықтан мен сені қолдадым. Бұл жерде жатқан ата-бабаларымыз бұрын енді ғой бармағаннан кейін, қайсы таудың қай жерде тұрғанын білмегеннен кейін адамда бір немене болады екен. Сенімсіздік. Ол үшін барып көру керек екен. Бірінші мәселе. Тоқтабарлық қайда тұр?
Иә. Немене қайда тұр? Қарынбай жоны қай жерде? Иә. Алакөл қай жерде? Жалаңашкөл қай жерде? Соның бәрін көзбен көргеннен кейін бар тіпті сенімім артты. Негізінен Алакөлдің оңтүстік жағын осы Тоғыз Тәңірбердінің Солтангелді руы отырған екен, басынан аяғына дейін. Енді немененің Алакөлдің солтүстігін, арғы жағын. Иә. О жағын сол басқұрулар, ана Қоңырбай, Қара, Есенгелді, Иә. сол жақтарда отырған сияқты мен ойымда. Ол енді ол барлығы бір жерге үйлігіп отырып алды дегенге келмейді екен. Малдың, жанның, жан сыйса да мал сыймайды. Иә. Ол әрқайсысында ірі қарасы болып, сағы болып, азын-аулақ болса да малы болды қолында. Иә. Сол малмен жан баққаннан кейін ол кезде үйірлеп, айдап, қоралап, айдап, сонымен гene жан баққан адам. Сондықтан өрісті кең алмаса, малдың жайылатын жері аз болса, онда мал өспейді. Сондықтан кең-кеңір алып отырған екен. Бұнда енді әкелеріміздің зиратын қаритадан тауып, қаритадан көрсету арқылы барып тапты. Иә. Ол қарита мына 1860 жылдары Қытай менен Россия аралығындағы шекара бөлісінен бөлісетін кезде түсірілген қарита екен. Орыстардың түсірген. Одан бұрын деңіз енді. Сонда ол тек қана әзірге шекараның бер жағы ғана емес, ар жағынан да талай жерге дейін түсіріпті. Иә. Шекараның ар жағындағы майлы жайыр сол жерлерде де бар екен. Сонда мен ойлаймын, енді ол орыстар міне жерге дейін біз алсақ, шекара міне жерде болса деп сол жерге дейін межелеп сызған болу керек қаритасын. Кейін әмәлиятта екі жақ 20 жылдай итіс тартыс, біресе ары біресе бері шекара жылжып тұрды ғой. 1860 жылы Чәуешек келісімі, 1864 жылы Бейжің келісімі, 1881 жылы Петербург келісімі. Сонда барып тұрақтасты. Оғанға дейін енді шекарада нақты әскер тұрғызып, сым тартып, ары бері өтпейтін жағдай болған жоқ. Енді ары бері адамдар өтіп тұрған. Бұл жақтың тойына, о жақтың елі қатынасып, о жақтың тойына, бұл жақтың елі қатынасып, ары бері жүріп тұрған ел. Сол 81-ден бастап шорт тоқтады. Енді мына картаның шындығына қаншалықты сенімдесіз? Енді картаның шындығына өйткені мына Қоңырбайлар зиратын тауып белгілеп қойған екен. Бұл нақ қаритамен барғанда нақ сол жерде болды. Нақ сол жерде болды. Соған қарағанда мен бұл қаританы 100% нақты әмәлият дұрыс деп түсіндім. Түсініп айта аласыз, айта алам. Өнен кейін мына біздің ата бабаларымыздың бір жерде шоғырланбай, әрбір жерде қойылуындағы себебі сол кезде жер иелеу мақсатында қойылды екен деймін. Мәселен, мынау пәленің жері. Аралары алыс-алыс, аралары алыс-алыс. Қазіргінде бір ауданның адам бір жерге топтап көметін дәуір ол кезде жоқ екен. Әркім өз өрісінің өз шекарасына қойылып, мына адамның жері екен деген мақсатта қойылды екен деп ойлаймын.
Енді менің өзімнің Қарынбайдың ішінде Боот үй боламыз. Боот үйдің бір баласы Сертектікі қаритадан көрінді. Боот үйдің неменесі қаритадан көрінді, іздеп барып едік, Сертекті таптық. Боот үйді межелеп қойдық, енді нақ барып белді қоя алмадық. Боот үйдікі енді қамыстың арасында болды. Қамыс өте биік өсіп кеткен, кісі бойынан асып кеткен. Қамыс өте биік өсіп кеткен, сөнген су бар, не бар. Бізде ол дайындық жоқ қой. Суеттік киіп, орағымыз болып қолымызда. Сонымен қамысты бұлай жапырып арылап жүргізден қорықтық негізінен. Енді мына сапарымызда қандай бір жол қиыншылықтар болды? Енді сапар болғаннан кейін ол дүп-түзу жол болмайды ғой. Әртүрлі қиыншылықтар болды енді. Оны біз анша қиыншылық деп ойлағам жоқ мен. Ойлаған жоқсыз ба? Оның бәрі қызық. Расында. Сол қиыншылықтың өзі қызық. Соны көріп, содан тәжірибе алып өмір сүреміз ғой. Иә. Туа салып біліп туған ешкім жоқ. Өмірді көре жүріп, үйреніп өмір сүретін нәрсе. Талай қиыншылықтар болды. Маса талады, сона талады. Чөлдедік, жаяу жүрдік. Машина итердік. Қайта Құдай сақтап қалды машина. Бір аварияға ұшырай жаздап барып, аман алып қалдық. Жатын орындарды айтыңыздар. Енді жатын орын болғанда енді ол барлық жерде төрттілігі сай жұлдызды қонақ үйлер болмайды ғой ол енді ауылдарда. Далада жаздап аз қалдық қой. Иә, далаға да жатып аз қалдық. Енді соның барына Құдайға шүкір дедік енді. Иә. Тапқанымызға. Жатқан жеріміз енді бір түрме сияқты бір жатақтар енді тауып барып жаттық. Енді өте нашар. Бірақ амал жоқ енді. Нашар деп мен айта алмаймын. Түнеп шығуға. Солай болады, жол жүрген адамға болады. Үйіңнен 40 қадам шыққаннан кейін мүсәпірсің деп бекер шыққан жоқ ол сөз. Енді ондай нәрсені ол қиыншылық деп мен анша ойлағам жоқ. Рахмет. Енді Жаңабайға өзіңіз аты жөніңізді таныстырып кетіңізші. Мен атым Жаңабек Зейнелбекұлы. Руыңыз? Қазай ішінде Жолымбет. Жолымбет ішінде Қойбағар деген ел боламыз. Осы сапар барысында кішкене суық тигізіп алдым ба, тамағым ауырып, біраз денсаулық сәл болмайтын. Сапарға шыққаннан кейін екінші күннен кейін бастап бұл кісі ауыра бастады осылай. Енді дауыс шықпай осындай қиыншылық көріп келе жатыр, бірақ соңында да бой бермей мен сұхбаттасып отырмын бұл кісімен. Енді мен осы сапарға шығатын кезде машина таппай қатты қиналдым. Апарып келем деген бір кісілер болды, олар негізі лақтырды. Апара алмайтын жағдайында тура уақыты келгенде сөйтіп айтқан жағдай болды. Енді сол кезде мен группаларға жаздым, машинеде де жоқ баратын деген кезде бірден менде машина бар еді деп сіз шықтыңыз. Соған қандай себеп болды енді сол шешімге келуіңізге? Бұл біріншіден сенің жеке шаруаң емес. Былайша айтқанда күллі қазаққа, күллі Қызай ұрпақтарына ортақ шаруа. Қызай ұрпақтарының өтеуге тиісті борышы. Жеті атаның зиратын белгілеп, оған Құран бағыштап, ұрпақтық борышын өтеу барлығымызға парыз ғой. Мен сол кезде айттым, машинем ескілеу еді, жарай ма, жарамай ма? Жарамаса да тәуекел шығып көрейін, ешбір машина табылмаса деп айттым. Сөзімді тұрып шықтым. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, мына пәлен 100 жыл, 150 жыл, 200 жыл, 200 жылдан асып кеткен айналасындағы зираттарды бұлар қалай тауып жүр? Соған көзім жеткізгім келді. Шындығы мен жалғандығына. Шынын айтсам, алғаш шыққанда толық сенбедім мен. Толық сенімділік жоқ, әмелияты барысында көрейін, соңында қорытынды шыққанда айтайын деп келгем. Бірақ көзім жетті шындығына. Көзім жеткен себебі, мына картаның, қарита дейміз ғой енді.
Haritada belgilenген жер бедерімен белгіленген зират сол жерде дәп басып барсаңыз сол жерден сол зират шығып отырды. Ешқандай жалғандығы жоқ. Егер қаритада белгіленген жерден зират табылмаса, онда мына қаритада сөзсіз шикілік бар деп айтуға келетін еді. Оның үстінде табылған зираттың бәрі біздің Қызай еліміздің бірыңғай қойған бір әдетіне үйлесіп келді. Негізінен. Өнен кейін сол зиратта табылған өзі бір өңір, бір таудың бөктері. Мысалы Қойбағар баба менен Қойбағар бабаның баласы бай болды. Сол кісілердің жатқан зиратынан шығысқа қаратай сонау достық шекарасына дейін тау сілемі. Өзі бір өңір. Таудың бір жүлгесі, бір жүлгі. Әмелиятқа үйлесіп тұр бұл. Жасаған ортамыз. Өнен кейін жергілікті сол жердегі көз ашық қариялар тарих шежіре білетін. Сол кісілердің айтуы бойынша да дәл шығып тұр. Қызайдың зираты деп айтады екен ол кісілер. Бірақ Қызайдың қайсысы кім, қай жерде жатыр білмейді ғой. Қарита арқылы бәрін дәп басып таптық. Соған келгенде мен 100% бұл қаритаға сендім. Сенімділік арттым. Әзір енді көзі көрмеген адамдар, бұрын зерттеп жүрген адамдар, бұрынғы тарихшылар қалай жазса, соны көкейін орнатып, соны düz деп сеніп кеткен кісілер қазір біздің мұра осы жылғы сапарымызда нәтижемізге толық сенбей жатқанда болу керек. Ондай жағдайда болады. Бірақ сол кісілер өздері жүріп көзіме көріп, байланып келсе барып, шындығына көз жетеді. Оған мен сенімділік артып отырмын. Енді мұндай тұмау тиіп тұру, жол азабы болу, жатын орын шер тамақ, далада қалу, жолдың күдірлігі, мәшіненің астының аласалығы, тасқа соғылуы, сынуы ол қалыпты іс. Ондай жолмен жүрген адам ол ұшырауға тиісті істер. Оны бір азап көруге болмайды. Өмірде болып тұратын шаруа жұмыс ол. Сондықтан бұл сапарымыз меніңше өте ерекше нәтижелі, ерекше табысты, өте сәтті болды деп бағалаймын. Бұдан да жақсы айтар сөздер бар. Тамақ ауырып, дыбыстың жарым естілмей жатыр. Айта беріңіз. Сол енді рахмет. Толық естіледі. Толық естілгенде тамақ ауырып кетті. Енді көп рахмет. Бұл кісілер енді бел шешіп бірден шыққан кісілер ғой. Енді ауырып отырса да мен қазір қорытынды бір сұхбатын жасап жүрек дедік. Қорытынды сұхбат жасалды. Өстіп жол сапарымызды аяқтаған жөніміз бар. Көп рахмет. Қазір ғана міне екі ағамызбен сұхбаттастық. Серік болсын деген кісі бізге картасын көтеріп барып, барлық нәрсені көрсетіп берген сол адам болды. Енді оны кескінен видеодан көріп отырсыздар, ол кісімен сұхбаттаспадық. Енді бел шешіп осы өзіміздің Қызайдың ішінен шыққан осы екі кісі болды. Жолын беттен біреу, Сұлтангелден бір кісі болды. Мен Есенгелді болам. Айланып келген кезде Құдай Назар Батырдың 3 жетімі осы сапарды сәтті аяқтатқан болып отырып жағдайымыз бар. Енді білмеймін, басқа рулар немене шетке тарта береді. Білмеймін, барлығы селбесіп, бұған барлығы бір сөзге келсе, әлдеқайда талай нәрсені, талай жұмысты бітіруге болатын еді. Бірақ бізде береке бірлік болмай тұр, шыны керек. Содан кейін де бұл картамен көрсетіп беретін кісіні 500 мың теңгеге келіскенбіз. Келіскен қаражаттың 250 мың теңгені сапардың басталған кезінде қолына ұстатқанбыз. Енді бағана ғана келдім, 100 мың теңгесін қолына ұстаттым. Мен 150 мың теңге қаражатын тағын беру керек. Бірақ белгілі бір ағамыздар осы қаражаттарды шетін шығаратын болған сияқты еді. Бірақ ол кісілер лақтырып кетті. Енді қалай болмасын, біз осы сапар болсын, одан бұрынғы архивтік материалдар болсын, біз бұл Серік болсын деген кісіге үлкен қарызбыз. Өйткені көптеген материалдар тауып берді. 1806 жылы қайда болдық, 1811-де қайда болдық, 1847 жылы Сыбанбай Мырзабайұлының би болып жүрген, оның бастаған және оның мөрі, Бөтек Әбілпейіздің мөрі, мысалы, Бөтек Әбілпейіздің сұлтан болып жүрген шындығы, оның бәрі ашылды мысалға. Енді алып айтатын болсақ,
мен ана бір сөзімде айтқам, мына Сыбанбайдың ұрпақтары, яғни былай айтқанда Илкөнжан айтқанда Сәменбеттің ұрпақтары, сіздер шынында қатты қарызсыздар. Осы жағдай, осы нәтижелер арқылы, мысалы нәтиже бол. Өйткені Сыбанбай Мырзабайұлының кейбір кісілер мойындамайтын, бірақ шынайы мақтап би екені шықты. Сәменбеттің баласы деп жүрген Сыбанбайымыз Мырзабайдың баласы болып шықты. Және ол кісінің мөрі қандай екені мөр шықты мысалы. Сондықтан да біздің осы жол сапарымызға жетіспей жатқан 150 мың теңге қаражат бар. 150 мың теңге қаражаттың басын құрауымыз керек. Қазір бар жоғы 12 мың теңгедей қалтамызда бар. Қазір көлікке бұл кісі Жаңабек ағамызға жақсылап отырып бензинін толтырып отырып құйып беруім керек. Сонымен қаражат бітеді. Енді осы шындыққа сеніп отырған басқа да Қызайдың ұрпақтары, осы сапарымызды қолдап отырған басқа да Қызайдың ұрпақтары мүмкіндік болса бір 4-5 мың теңгеден болса да жіберіп осы қаражат толтырып жіберсек жақсы болатын еді. Біз басқа ұрудың тамасына қалмайық, берексіздігімізді көрсетпейік. Біз бардық барған нәрседе барлық нәрсені қолмен шұқып отырып, шындығын көрсетіп отырмыз. Енді қолмен шұқып, бетіп алдыңызға көрсеткен нәрсеге сенбесеңіздер, онда өте нашарлығымыз болып есептелінеді. Сол себептен де айтарым, бір кісілер айтар, кешке дейін ақша қаражат дей береді дейді. Енді айлам келген кезде, енді мен өз жұмысыма жүгіріп жүрген жоқпын. Айлам келген кезде болса, мен өзімнің ата-бабамды, өзімнің Есенгелді атамды іздейтін едім, соның ұрпақтарын ғана іздейтін едім. Мен жалпы Қызайдың жұмысына жүгіріп жүрмін. Сондықтан да сол осы жұмысқа жүгіре алмаған, бара алмаған кісі бір 1000 теңгесі болса да осыған көмектессе, әрине ол ата-бабасынан осындай жақсылығына қосқан үлесі болатын еді. Енді ондай бір 1000 теңгеде шығара алмай, ойбай қаражат жинай береді екен кешке деген сөз, ол сөз болмайды, дұрыс нәрсе емес. Содан кейін біздің Қызай ұрпақтары алдалымызға тартқан. Қояйықшы, өтініш, пожалуйста. Енді бар ғой, мен өзі атақ үшін жүрген жоқпын. Шыны керек, маған атақтың ешқандай қажеті жоқ. Бірақ қалай болмасын, шежіремізді дұрыстап жазайық, тарихымызды дұрыстап жазайық. Әлгі өзіміз бабаларымызды, әркім өз бабасын ойбай қан сайлап, алдына тартып, әркім өз бабасын былай мықты батыр қылып, мықты би қылып, шежіремізді, тарихымызды бұзып жатқан жағдайы бар, өзгертіп жатқан жағдайы бар. Сондықтан да бәрі архивтік материалдармен дәлелденген, ғылыми түрде шынайы болғаны жақсы. Қашан болмасын, тарих шын болған жақсы. Ол бүгін күні мен бір шетін ашып, бір шетін бұла жалғандықтарды ашпасам да, кейін күні ол сөзсіз түрде ол нәрсе ашылатын болады. Қалай болмасын. Ол жастардың қолында нешелеген жастар шығады әлі талай нәрсенің шетін ақырып ашатын болады. Сол кезде қара бет боласыздар ғой, жазып жүрген ағаларым айтарым. Сондықтан да бұл алдылға тартқанды қойыңыздар. Антұрған алдалын тартады деп, бұл дұрыс нәрсе емес. Сондықтан да бәріміз бірге жұмыс істеп, мынаны ақылдасып, шешіп, мынау біздікі ма емес па деген нәрсені орындауымыз керек еді. Әсілі неменеге білмеймін, алдалына тартып, өз рулар бір-біріне қызғанып, бір-біріне сөйте беретіндеріңіз, сол дұрыс нәрсе емес. Мүлде дұрыс нәрсе емес. Сонымен өтпейді. Қызай қалай болмасын бірге болуымыз керек, бірге жұмылуымыз керек біз. Барлық нәрсені бірге атқарып, бәрін нәтижелі жасауымыз керек. Енді көп сөйлеп кетті демеңіздер, көп рахмет. Арнаға жазылыңыздар, ғайтқа кеңінен тарқатыңыздар, және қаражаттай демеуді ұмытпаңыздар. Шыны керек. 150 мың теңге қаражаттың қалай болмасын басын құруымыз керек біз. Ертеңгі кешке жақын келейін. Сондықтан да барлықтарыңыз бұл нәрсеге атсалысыңыздар. Каспий голдты төмен жағына жазып қоям. Соған қаражаттар жіберіп, өзіңіздің бір ұрпақтық міндетіңізді атқарыңыз. Ұруға жұмыс жасау әркімнің борышы. Көп рахмет. Аман сау болыңыздар.